Ассалаумағалейкум достар. Дәл осы бейне көптеріңізге таныс деп ойлаймын. Компьютеріңізді қосқан кезде ұзақ парольді енгізуден шаршасаңыз, ал Windows Hello функциясын қолдануға мүмкіндігіңіз болмаса, тіпті қарапайым 4 таңбалы саннан тұратын пин-кодты енгізудің өзі сіз үшін қиындық туғызса, онда дәл қазір мен сізге Windows операциондық жүйесінде компьютерді іске қосқан кезде қалай парольді сұралмайтындай етіп жасауға болатынын көрсетемін. Кеттік. Ол үшін ең алдымен Windows және R батырмаларын бір мезгілде басамыз. Windows деген ол терезенің суреті бар батырма. Осы жерге латын әріптерімен net бұл Windows деген сөзді жазамыз. Уайымдамаңыздар, бұл сөзді мен видеоның сипаттамасына қалдырып кетемін. Окей батырмасын басамыз. Бізге терезе ашылды. Бұл біздің аккаунтымыздың баптаулары. Осы жерде мына белгішені алып тастаймыз, яғни кіру кезінде парольді сұрау деген. Алып тастаймыз, применить. Және де қолдану үшін сіз дәл қазіргі кездегі өзіңіздің пароліңізді теру керек боласыз. Кейін окей батырмасын басамыз. Бітті. Енді компьютеріңізді қайта жүктегеннен кейін сізде бірден парольсіз жұмысыңыз бастала беру керек. Ұнаса лайк басып достарыңызға айта жүріңіз.